Сәлеметсіздер ме? Fistysite.com деген программа арқылы тапсырма дайындап көрейік. Google'ға кіреміз. Осы жерден Fistysite.com спираль деп жазамыз. Поискаға жібереміз. Бет ашылады. Осы спираль дегенді ашамыз. Бетіміз ашылды. Енді мына жоғары жағына барып, английский, русский оң жағында жоғары жағына барып, бетті русскийға қойып аударып аламыз. Қазір английскийде тұр ғой бізде. Жоғары жағына бардық, английский, русскийға ауыстырамыз. Закрыть дейміз енді X-пен. Бетіміз міне орысша аударды. Соның астында текст деп тұр. Wordқа көшіріп алған тақырыбымызды копировать етеміз. Содан кейін алып кеп текст деген жерге вставить дейміз. Вставить. Енді оң жағына барамыз. Оң жағында міне тақырыбымыз шығу үшін предварительный просмотр деп тұр. Осы просмотрға әкеп қойсақ, міне тақырыбымыз шықты. Енді мына сол жағында жүрекше тұр. Астында тақырып жаңа ерек тақырыпша тұр. Термин сөздер жылдарды таста кетіп, тексттарды балаларға берсеңіз болады. Осыған қойып. Өзіңіз таңдайсыз осы оң жағынан. Енді қайтадан біз мына круг барайық. Міне қойдық. Астына түссеңіз круг деп тұр, яйца деп тұр. Кругқа қойып аламыз. Енді оң жағына барамыз. Оң жағына барып, жасаған материалымызды скачать дейміз. Көшіреміз. Енді көшірдік міне. Соның үстіне барып, жаңа мышкамен бассаңыз, сохранить как дегенді басасыз. Файл ашылады. Мен бұл жерде документы деген файлды таңдаймын. Қазір документы. Одан оның ішінен карта деген папканы қараймын. Карта деген папканы аштым. Енді мынаған атын қоямын. Үйсіндер. Одан кейін сохранить деймін. Папкам сақталады. Үйсін. Сохранить дедім. Енді рабочий столға барамыз. Сол жерден документайды ашам. Ішінде міне үйсін тұр. Мен үйсінмін деген. Үйсін тақырыбын өткеннен кейін балаларға шығармашылық тапсырма ретінде беруге болады. Ең мәтінді де беріп, ішіндегі термин сөз, хронологиялық кестелер